орайы келгенде айтамын деп жүр едім. Сенің басыңнан 3000 көремін, соны тыңда, деді Құнанбай. Абай, айтыңыз әке, деп Құнанбайдың жүзіне тура қарады да тосып қалды. Ең әуелі, арзан мен қымбаттың парқын айырмайсың. Өзіңдегі барыңды арзан санайсың. Бұлдай білмейсің. Көп күлкіге, болымсыз ермекке асылыңды шашасың. Жайдақсың. Жайдақ суды ит те, құс та жалайды. Екінші, дос пен қасты сараптамайсың. Досқа досша, қасқа қасша қырың жоқ. Ішіндегі жарты сырыңның ұшығы жоқ. Жұрт бастайтын адам ондай болмайды. Басыңа ел ерілмейді. Үшінші, орысшылсың. Соған қарай дән қойып барасың. Дін, мұсылман, жат санайтынын ескермейсің, деді. Бұл сөздің түкпірін Абай таныды. Бұл тұста әкесін аяп қала алмайды. Сөйлеп кетті. Осы 3 айтқаныңыздың 3-еуіне де дау айтамын, әке. Өзімдікін дұрыс деп айтам. Ең әуелі жайдақ суды теңгердіңіз. Кәріге, жасқа да түгел пайдасын тигізетін жайдақ су болғандығын артық санаймын. Екінші, ел алатын тәсілді айттыңыз. Ел билегендердің мінезін айттыңыз. Менің білуімше, ел бір заманда қой сияқты болған. Бір қора қойды жалғыз қойшы айт дегенде өргізіп, шайт дегенде жусататын болған. Үшінші, орысты айттыңыз. Халық үшін де, өзім үшін де, дүниенің ең асылы білім, өнер. Сол өнер орыста. Мен ала алмаған тірліктен осыдан алатын болсам, бұл жер жатым бола ма? Жасқанымды, жалтарымды, надандық болса болар, бірақ қасиет болмас. Құнанбай ол сөздерді тыңдап болғаннан кейін күрсінді де қойды. Шарасыздық ажары білінді, бірақ үн қатпады. Сөз осымен аяқталған еді. Абай қоштасты да жүріп кетті. Өз баласының аузынан естігенін сол бір дәуренің өтті деген суық сарынның